көрмейтін нәрсеңнен қатты қорқу керек дейді. Амазонка өзенінің қараңғы тереңдігінде кішкентай бір нәрсе күтіп тұр. Ол өткір тістері бар пиранья да емес, не сені тұншықтырып өлтіре алатын үлкен анаконда да емес. Жоқ, бұл тіршілік иесі әлдеқайда кішкентай, қоңыр суда мүлдем көрінбейді де, бірақ оның атағы ерекше қорқыныш тудырады. Оны кандиру деп атайды. Бұл атауды жергілікті тұрғындар қорқыныш пен қызығушылық аралас сыбырлайды. Оны Бразилияның вампир балығы деп те атайды. Бұл атақты ол өзінің қорқынышты және ерекше қоректену әдеттері арқылы алған. Бұл әдеттер аңызға айналған. Бұл әңгімелер кез келген адамды суға түспес бұрын 2 рет ойлануға мәжбүр етеді. Бұл балықтың тек тістеп қана қоймай, ішке кіріп кететіні туралы әңгімелер айтылады. Адамның ең осал жерлеріне тартылатын тіршілік иесі, денеге жүзіп кіріп, ішінен жабысып қалатын паразит. Бұл кандирудың қорқынышты атағының негізі. Оның бейнесі сондай күшті, сондай мазасыз, ол Амазонка бассейнінен әлде қайда асып, бүкіл әлемдегі ескерту әңгімелеріне енді. Бұл біздің бақылауды жоғалту, біздің элементімізден тыс ортада жасырын жаудың шабуылы сияқты бастапқы қорқынышты білдіреді. Оның идеясының өзі бұзушылық. Қауіпті түсіну үшін алдымен тіршілік иесін түсіну керек. Кандиру, ғылыми атауы Ванделия тироса, паразиттік тұщы су балығы. Ол балықтар тұқымдасына жатады. Ол өте кішкентай, сіріңке талынан қалың емес, ұзындығы бірнеше дюймге дейін. Денесі мөлдір, денесі жылан тәрізді. Амазонка, Ориноко, тұнбалы суларда өмір сүреді. Бұл көрінбейтіндігі оның бірінші қаруы. Сіз одан бірнеше фут қашықтықта жүзіп жүрсеңіз де, оның бар екенін білмейсіз. Үнсіз жыртқыш өз сәтін күтіп тұрады. Бұл кішкентай балық түн тіршілік иесі. Күндіз ол құм мен лайға көміліп, энергияны үнемдейді. Қараңғы түскенде кандиру аң аулауға шығады. Ол дәстүрлі аңшы емес. Ол мүмкіндікші, жоғары мамандандырылған паразит. Ол сезімтал химиялық сезім мүшелерімен жабдықталған. Ол аммиакты анықтайды. Ол зәрді анықтайды. Негізгі сұрақ, неге басқа балықтарды аулауға бейімделген балық адамға шабуыл жасайды? Жауабы қателікте жатыр. Кандиру белсенді зұлымдықпен немесе адамдарға шабуыл жасауды көздемейді. Ол тек мыңдаған жылдар бойы өзіне жақсы қызмет еткен биологиялық сценарийді орындап жүр. Біз білетіндей, ол балықтың жел безегінен бөлінетін аммиакты қалдық өнімді анықтау арқылы аң аулайды. Адамдар да суда болған кезде теориялық тұрғыдан кандируды тарта алатын химиялық заттарды бөледі. Ең танымал аңызға сәйкес, өзенге дәрет сындыру бұл кішкентай вампир үшін кешкі ас қоңырауын соғумен тең. Бұл идея кандиру қорқынышты әңгімесінің негізі. Теория бойынша кандиру зәр аммиак ағынын сезіп, адамның несеп шығару жолын үлкен балықтың желбезегімен шатастырады. Ағыспен бағытталған ол, адам не болып жатқанын түсінбей тұрып, тесікке жүзіп кіреді. Ішке кірген соң, оның инстинкті басым болады. Ол артқа қараған тікенектерін жайып, несеп шығару жолына терең еніп қалады. Нәтижесінде қатты ауырсыну бітелу және балықты тікенектеріне байланысты оңай шығару мүмкін болмағандықтан, ең жоғары деңгейдегі медициналық шұғыл жағдай туындайды. Бұл сценарий ең танымал болғанымен, басқа да ықтимал кіру жолдары да аңыздың бір бөлігі болып табылады. Кез келген тесік тіпті суға қан ағатын, ашық жара теориялық тұрғыдан шатастырған кандиру зерттейтін химиялық ис тудыруы мүмкін. Балық мүмкіндікші паразит. Осындай қорқынышты атағы бар тіршілік иесі үшін кандирудың адамдарға жасаған шабуылдары туралы құжатталған дәлелдері таңқаларлықтай аз. Әңгімелер барлық жерде, өзен жағасында тұратын ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ғасырлар бойы келуші зерттеушілер тарапынан әсірелеп айтылған. Бірақ расталған, медициналық құжатталған жағдайларды іздесең, су өте бұлыңғыр болып кетеді, білесің бе? Ең танымал және жиі айтылатын оқиға 1997 жылы Бразилияда болған. Ол өзенге дәрет сындырып жатқанда, кандирудың несеп шығару жолына жүзіп кіргенін айтқан бір адамға қатысты болды. Оны шұғыл операция жасау үшін Манаустағы ауруханаға жеткізді. Хирург доктор Ануар Самат ер адамның несеп шығару жолынан кандируды алып тастағанын хабарлады және процедураны бейнеге түсіріп, оны осы түрдегі жалғыз заманауи медициналық тіркелген оқиғаға айналдырды. Алайда, бұл дәлелдің өзі ғылыми қауымдастық тарапынан қатты зерттеліп, күмән тудырды. Биологтар есептегі сәйкессіздіктерді атап өтіп, балықтың несеп ағысына қарсы қалайша денеге кіру үшін жеткілікті жылдамдықпен күшпен жүзе алғанына күмән келтірді.
Олар сондай-ақ алынған үлгінің тым үлкен болып көрінгенін және оның физикалық жағдайы мұндай сынақтан кейін күтілетіндей болмағанын атап айтты. Бұл жалғыз даулы жағдайдан басқа дәлелдердің барлығы дерлік ауызша. Несеп шығару жолына ену туралы аңызды растайтын басқа тексерілген медициналық есептер жоқ. Бұл көптеген сарапшылардың мұндай оқиғаның мүлдем мүмкін емес болмаса да, өте сирек кездесетіні туралы қорытынды жасауына әкелді. Амазонка қыс жүзу бассейні емес. Бұл жабайы, болжауға келмейтін орта. Сондықтан оған кіру үшін құрмет және саналылық қажет. Кандиру мен жағымсыз кездесуден аулақ болудың кілті сақтық. Өзеннің басқа қауіптерімен жағымсыз кездесуден аулақ болудың кілті сақтық. Ең тиімді қорғаныс суға қай жерден кіретініңізді мұқият қадағалау. Және қалай кіретініңізді мұқият қадағалау. Қысқа үзіліс. Бұл қауіптермен күнделікті өмір сүретін жергілікті тұрғындар жазылмаған ережелер әзірлеген және кез келген келуші олардың үлгісін дұрыс. Бұл паранойя туралы емес, бұл кішкентай қателік үлкен салдарға әкелуі мүмкін жерде ақылды болу туралы. Ең алдымен, қорғаныс киімі сіздің ең жақсы досыңыз. Амазонкада ешқашан жалаңаш жүзбеңіз. Тіпті қарапайым жүзу киімі де жеткіліксіз. Жергілікті балықшылар көбінесе қалың, тығыз тоқылған шалбар киеді, немесе киімдерімен жүзеді. Шорт, немесе жүзу киімі сияқты физикалық кедергі кішкентай, іздегіш балықтың кіру нүктесін табуын айтарлықтай қиындатады. Кейбіреулер тіпті шалбарларының төменгі жағын байлап, қауіпсіз тығыздағыш жасайды. Қысқа үзіліс. Бұл артық болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл ауырсыну әлемін болдырмауға көмектесетін қарапайым сақтық шарасы. Егер сізде ашық кесіктер немесе жаралар болса, суға түспес бұрын оларды су өткізбейтін таңғышпен жабу керек. Фөке, судағы мінез құлқыңызда маңызды. Өзенге дәрет сындырудан аулақ болыңыз. Ғылыми қауымдастық оның тартушы ретіндегі рөлін талқыласа да, неге тәуекелге барасыз? Кандиру Амазонканың өзінің тамаша символы, үлкен қызығушылық тудыратын, жұмбаққа оранған және терең қорқыныш тудыруға қабілетті тіршілік иесі. Біз оның әдейі адам жегіш ретіндегі атағы негізінен аңыз, ұрпақтар бойы күшейтілген қорқынышты әңгіме екенін көрдік. Ғылым ең танымал шабуылдардың биологиялық тұрғыдан мүмкін емес екенін, тіпті орындалмайтынын көрсетеді. Нағыз Кандиру қорқынышты фильмдегі құбыжық емес. Планетаның ең бәсекеге қабілетті экожүйелерінің бірінде өмір сүруге тырысатын жоғары мамандандырылған паразит. Ол өзінің орнының шебері, табиғи әлемнің үлкен, көбінесе қатыгез театрында өз рөлін ойнайтын кішкентай вампир. Алайда, Кандируды мүлдем зиянсыз деп санау үлкен қателік болар еді. Оның адамдарды белсенді түрде ауламауы оның қауіп төндірмейтінін білдірмейді. Апаттар болады, қате анықтау орын алады. Және Амазонканың бұлыңғыр шатастыратын ортасында, шатастырған паразит әлі де ауыр жарақат келтіруі мүмкін. Тікенектері нақты, қанмен қоректенуі нақты, инфекция қаупі өте нақты. Кандиру жабайы табиғатта тіршілік ету көбінесе ең кішкентай қауіптерден аулақ болуға байланысты екенін еске салады. Бұл өлшемнің тіршілік иесінің қаншалықты қауіпті болатынына ешқандай қатысы жоқ екендігінің дәлелі. Кандиру бізге үйрететін ең маңызды сабақ бұл құрмет.